ағайын, қалайсыздар? Бүгін 10-ы Шымкент қаласында сағат 11 болып жатыр, күндіз. Ешкім жоқ. Карантинде әр жерде блокпосттар тұр. Гаилер ешкім жібермей жатыр, ағайын. Ал мен жұмысқа кетіп бара жатырмын. Карантинде жұмысқа тұрдым, ағайын. Алла қаласа сіздерге қандай жұмыс барлығын көрсетемін, айтамын. Әзірге осындай қысқаша видео сіздерге. Міне Шымкент қаласында осындай жағдай болып жатыр. Тек қана справкасы бар адамдар жүріп жатыр. Қалғандар жүрмейді. Де отырады. Көшеде тып-тыныш. Есімде Шымкентте осындай 2000-нан 2003 жылдар есімде де бала кезінде. Осындай болатын, әр жерде бір машина болады. Көп болмайтын машина. Тура сол кез болып тұр ғой. Осыдан бір 20 жыл бұрынғы жағдай болып тұр ғой. Көліктерменен. Мынау Мұрсат деген шағын ауданның артында кетіп бара жатырмыз. Мынау сол жақтағы Шымкент қаласындағы ең қымбат монша Фатима деген. Шымкентке қонақ келсеңіздер осыған келіңіздер. Фатима деген мықты монша. Ең қымбат. Міне ағайын, осы сіздерге қысқаша бір видео Шымкентпенен. Пока мүмкіндік болғанша гаи кездескенге дейін түсіре тұрайын. Шымкентті көріңіздер. Қазір алдымызда Нұрсұлтан Әбішев Назарбаевтың даңғылы басталады. Бұрынғы Астана даңғылы. Шымкентті көрмеген кісілер болса, Шымкентті міне осындай, ағайын. Мына оң жағымыздағы оңтүстік қабылдау үйі деген Шымкенттегі ең үлкен тойхана. 1200 адам қабылдай алады. Мына тойхана. Алды міне. Мынау метро бәр жерде бар сәлемді қазір. Анау көк үйлер, андай очередпен берілген үйлер. Анау Ордабасы деген не? ЖК. Анау Шымкент қаласының әкімдігі. Міне. Мынау Түркістан сарайы. Барлығы анау концерт беретін жер. Мынау Шымкент әкімдігі. Міне ағайын. Шымкентті көрмеген кісілер болса көрсетейін деген ғой. Бізде стройка өте қарқынды жүріп жатыр. Ол жаңа Түркістан сарайымыз. Ана көрме орталығы. Шымкенттің центрге осияқ болған, ағайын. Міне. Бәрі көшен бәрін жуған. Севердегі микрорайонға бара жатырмын. Мен жұмысты сол жерден бастаймын. Жұмыс туралы ағайын тағы да бір басынан бастап адан яға дейін түсіндіріп, қандай жұмыс істеп жатырмын, не жұмыс ол жұмысты кім істей алады, барлығын сіздерге айтып түсіндіріп өтетін боламын. Міне біздің Шымкент қала осындай әсем қаламыз. Ағы-жығы болып отқан нәрсені мына карантин деген нәрсе құртты. Енді амал жоқ.